Сәлем. Сен ерекшесің. Мен саған оны ылғи айтамын. Ал осы жолы тек әдемілік тақырыбында мәселе қозғаймын, немесе саған сұрақтар қоямын. Әр сұрақ сайын видеоны тоқтатып, сол сұраққа өзің іштей жауап бер. Көп қыздардан, тіпті ұлдардан мына сөзді көп естіп жатамыз: мен әдемі емеспін деген. Сонда барып олардан: сен енді қанша есе әдемі болуың керексің, сен өзіңді қабылдай алатындай. Сен қаншалықты әдемі болсаң, жеткілікті әдемімін деп айта аласың, деген сұрақтарды қойғым келеді. Әр адамның өз әдемілігі болады. Ал сенің неге соны ұққың келмейді? Өзіңнен тек минустарды іздегеннен ләззат аласың ба? Әлде мен әдемі емеспін деу арқылы өзгелердің сен әдемісің деген сөздерін естуді ұнатасың ба? Түрлі адамдар өзгелердің көздерінде әдемі болып көріну үшін арықтап немесе боянып өзін өзгерте бастайды. Алайда сұрақ: сен өзің үшін өзгермесең, сен өзіңе ұнамасаң, өзгеге ұнаймын деп ойлайсың ба? Осы сұрақтарға жауап бердің деген ойдамын. Қорытындылай келе, мен ылғи өзіңді жақсы көр деймін. Ал жақсы көру ол етістік. Ал етістік ол әрекет. Қазірден бастап әрекет жаса. Өзіңді жақсы көруге ұмтылыс ол 4 сатыдан тұрады. Ал осы 4 сатыны мен каналға 100 подписчик толғанда жеке 4 видео қылып шығарамын. Олай болса, менің видеоларымды жан-жаққа тарат. 100 подписчик болғанда мен уәде беремін, өзіңді ұнатудың 4 сатысы атты сапалы, жақсы видеолар шығарамын деп. Осы видео саған ұнады деген ойдамын. Ылғи айтамын, инстаграмға тіркеліп кет. Онда мен қызықты өлең жолдарын оқып қана қоймай, өз өлеңдерімді де шығарамын деп бел буып отырмын. Келесі кездескенше, мен сені жақсы көремін.